Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Мен Сәрия Бәсеткүл. Білесіздер, мен 30 жылдан аса еңбек етіп келе жатқан түрлі жолда батыс тәсілі бар, шығыс тәсілі бар, қазақша тәсіл бар, тағы қандай тәсіл бар. Ешқандай тәсілден қалмаған, қазіргі заманауи тәсілден де қалмаған адаммын. Ал енді сіздерге бүгін денсаулыққа зиян 7 түрлі зиян нәрселерді айтқым келіп отыр. Қазір ең алдымен пайдалы нәрсені айтып кетейін, зияннан бұрын пайдалыны айтайын. Біздің қазақтың жейтін еті өте пайдалы. Әсіресе қай жағынан келсең, піскен етті жеу өте пайдалы. Оның ішінде жылқының еті, қойдың еті, сиырдың еті деп жатамыз. Жылқы мен қойдың еті, жылқыны 12 ай бойына жей беруге болады. Бірақ күніге асып жей бермейсіздер ғой, әрине. Ал қойдың етін көбінесе қыс айларында жеген жақсы, күн суықта жеген қойдың еті өте жақсы. Өте жақсы, өйткені сізге суық тиетін болса, басқа жағдайда да жақсы. Ал сиыр етін жазда жеңіл болады. Сиырдың еті, жаңағы ешкінің еті, сиырдың еті дейтін өте жеңіл болады. Сиырдың еті суықтық болады, сондықтан жаз айларында жеген өте жақсы болады. Қыстың күні өзіңіз жаурап жүрсеңіз, күн суық, сиырдың етін жесеңіз, ол кішкене суыққа жаңағы суықтық ет болады. Сондықтан жылқы мен қойдың етін біздің қазақ әрқашанда солай жеген. Біздің қазақ суық тигенде қуырдақты майымен берген. Қараңызшы, біз қуырдақты әр нәрсені жегенде бөлек-бөлек жеген дұрыс. Мысалы, ет жесек, артынан нанменен сорпа ішуіміз мүмкін. Болмаса қуырдақты тағы да басқа тортпен араластырып жеуіміз мүмкін. Олай емес. Қуырдақты жеке ішіңіздер. Сіздерге суық тиіп қалды ма? Кәдімгі бұрынғы апалар қуырдақтың кәдімгі майын ішкізген. Көрдіңіз бе? Антибиотиктен мықты нәрсе қуырдақтың майы деген. Сондықтан сіздер қуырдақтың майын суық тигенде балаларға беріп әдетке айландырыңыздаршы. Кішкентай балаларға, суық тиген балаларға антибиотик бергеннен көрі, сіз қуырдақты берсеңіз, оның иммунитетін де көтересіз. Және сіз суық тигеннен жазып аласыз. Ал енді екінші тағам. Бұл ет туралы айттым, сізге пайдалы. Екінші сізге пайдалы сорпа. Суық тиген жағдайда сорпаны беріңіз, сорпаны ішіңіз. Ал күнделікті жағдайда сорпаны бұрынғы кісілер шаштай қылып, кеспесін шаштай қылып, азғантай сүйек қылып кеспестеп ішкен. Оның өзі қандай пайдалы. Сіздің кәдімгі асқазаныңыздың бәрі рахаттанып қалады. Және қазіргі кезде өте заманымызға қарта, өте көксектен овощной суптар көптеп жасады. Жаңағы овощтардан неше түрлі суптарды істеп ішіп жатамыз. Мысалы, асқазаны қатты ауыратын кісілер, ет жесе ауыратын кісілер бар, мысалы. Жаңағы сондықтан оларға көбінесе асқазаны ауырған кісілерге жеңіл тамақ жақсы. Онда овощной суп істеп, тіпті ет жақпай бара жатса, кәдімгі соевый соус деген болады. Соны сорпаға араластырып жіберіп, жаңағы сояның ұнынан жасаған кәдімгі корейстерде сататын болады. Оны ет орнына пайдалануға болады. Сөйтіп, суп істеп ішулеріңіз өте пайдалы екінші. Ал үшінші, жаңағы көкөністі тамақтар. Көкөністен қазір айтып отырмын, жаңағы сорпалар туралы, және көкөністен тамақтар. Көкөністен капустасын, қырыққабағын қос, басқасын қып, неше түрлі парлап жейтін болсаң, ол да өте пайдалы. Ішкі құрылысыңызға өте жеңіл болады. Мысалы, бірінші күн ет жесеңіз, ертесіне тағы да ет жемеңіз. Екінші күн ертесіне кішкене өзіңізді жаңағы жеңіл тамаққа ішетін болсаңыз, сіз ауырмайсыз. Кейбіреулер ет жесем ауырады дейді, оны істемейді. Бір күн ет жедіңіз бе, сіз 3-4 күн жаңағы жеңіл тамақты ішіңіз. Ол да сізге пайдалы. Содан кейін төртінші жағдай тағы да пайдалы сіздерге смузи ішу. Смузи дегеніміз блендер. Мен осы жерде TikTokта отырған кезде смузи туралы көп елдерге марафонда жарияладым, тегін марафонда жарияладым. Сонда көп адамдарда блендер жоқ екен. Блендер деген арзанақ нәрсе. Ол біздің блендер жоқ үйлерден, жоқ әйелдерді мен көрдім. Сондықтан олар неге жоқ дейтін болсаң, ол жоқтықтан жоқ емес. Ол пайдаланып үйренбеген адам. Сондықтан қазір қаншама адамдар
блендерді пайдаланып үйренетін әйелдерде өте менің тобымда өте көп кездесті. Сондықтан айтып отырмын, мені сөкпеңіздер, блендерді өзіміз де білеміз ғой деп сөгіп тастайтындар бар. Жақсы сөзден гөрі жаман сөзге үйіріміз ғой, негативке үйіріміз. Сондықтан ондай кісілер бар болғандықтан сіздерге айтып отырмын. Қазір ондайлардың қатары менде көбейді. Смузиде неше түрлі овощтан, неше түрлі фруктыдан смузи жасап ішетін болсаңыздар, сіздің бет теріңіздің өзі ылғалданып өте жақсы болады. Сондықтан смузиді сіздер рациондарыңызға қосуларыңызға болады. Ал енді тағы да мен алдымен айтуым керек еді, қазір артына таман айтып қалдым. Өзіміздің қазақтың қымызына, шұбатына, айранына ішетін жақсы соның пайдасы бар екенін білеміз бәріміз, сондықтан соны ішу керек болады. Қазір қымызды 1 литр қымыздан көрі елдер мысалы энергетический сусындарды алады. 1 литр қымыздың бағасынан қымбат болмаса арзан емес. Одан гөрі сіздер натуральный кәдімгі табиғи өзіміздің қымызымызды, шұбатымызды ішсеңіздер қандай жақсы. Сондықтан біз ана зиянды нәрселерден гөрі пайдалы нәрсе өзіміздің ақ нәрселерімізді ішейік. Қымызды, шұбатты, айранды деген сияқты. Содан кейін сүт туралы айтпай отырмын, неге сүт туралы айтпады дейтін болсаңыздар, сүтті барлық адамдарда қазір сүтті жағатын адам болады, және жақпайтын адам болады. Тіптен саумалды да ішеді. Саумалды жағатын адам болады, жақпайтын адам болады. Мысалы, саумалдың сахарозы болады, молочный сахароз дейді. Соны мынандай адам организмі алып шыға алмай қалады. Түгел бітіре алмай қалады. Сондай жағдайда, мысалы, ішпеймін. Мен өзіме саумал жақпайтын, мысалы. Сондықтан мен саумалды ішпеймін. Сондықтан егер саумал ішкен жағдайда, сүт ішкен жағдайда ішіңіз кеуіп кететін болса, ол сізге жақпады деген сөз. Сондықтан ол кезде сіз ішпей ақ қойыңыз. Ал жағатын адам іше берген дұрыс. Әсіресе Индияның киносын қарасаңыздар, сүтке бал қосып жатарда ішіп жатады ғой, ұйқы жақсы болады деп. Шын мәнінде ұйқы жақсы болады. Бірақ жағатын, жақпайтын тексеріңіздер. Сөйтіп барып ішіңіздер деген келеді. Ал екінші, алтыншы тағы да сіздерге айтатын нәрсе раздельное питание дейді. Мысалы, ет жесеңіз, нанды қоспай ақ қойыңыз. Басқа көкөністі қоспай ақ қойыңыз. Етті жедіңіз бе? Етті жеңіз де, біраздан кейін 15 минуттан кейін көкөністі жеңіз. Раздельное питание деп әрқайсысын бөлек-бөлек ішкенді айтады. Сұйықты бөлек ішеді, қоюды бөлек ішеді. Сол нәрселерді пайдалансаңыз, сізге өте пайдалы болады. Мысалы, етті жедіңіз, кішкене салат жедіңіз, қою ғой ары қарата жүрмейді деген нәрсе болмайды. Қайта сіз ана сұйықтықты құясыз да ішіңізге, іште барлығы ботқа болады былайынша айтқанда. Ботқа болады да оның сіңуі өте қиын болады. Ал өзімен өзі болатын болса, асқазандарыңыз да жақсы істейді. Одан кейін барып, біраздан кейін бір жарты сағаттан кейін сұйықтық ішсеңіздер, өте жақсы сіңетін болады. Раздельное питание деген сол. Бұл раздельное питанияға өте кең отыруға болады, бірақ мен сіздерге қазір жалпылама ғана айтып отырмын. Содан кейін суды көп ішу, 7-ші. Пайдалы нәрсе сізге суды көп ішу. Суды көп ішіп, көп жүру. Ертеңгіде суды ішіп жүріңіз жұмысқа дейін. Кешінде жатардың алдында міндетті түрде жүріңіз, жарты сағат 40 минут, тіптен 1 сағатқа дейін жүретін болсаңыз, кішкене су ішіп, содан кейін жүретін болсаңыз, сіз өте жақсы қаныңыз айналып, жақсы ұйықтайтын боласыз. Әр уақытта осындай жақсылыққа қарата өзіміздің салауатты өмірге бұратын болсамыз, бетімізді, денсаулығымыз жақсы болады.